Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу 2-ші сынып 59-шы сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы саулық сақтықта деп аталады. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқы. Қандай кәсіп иесі екенін тап. Кім дейміз? Батыл да, батыр да, айлалы, ақылды, күндізде, түнде 101-ден табылды. Онымен таныссың, ержүрек парыстай, тап берсе тілсіз жау, жалмен алысқан. Әрине ол өрт сөндіруші. Екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Өрттен құтқарушы иттер. Өрт болғанда жас балалардың үй ішінде қалып қоюы жиі кездеседі. Өйткені олар қорыққаннан тығылып қалады да үнсіз жатады. Ал түтін оларды анықтап көруге мүмкіндік бермейді. Сондықтан осындай жағдайларда пайдалану үшін Лондонда иттерді үйрете бастаған. Онда иттер өрт сөндірушілермен үнемі бірге болады. Үйден өрт шыға қалғанда өрт сөндірушілер итті балаларды алып шығуға жұмсайды. Осындай бір ит Лондонда 12 баланы өлімнен аман сақтап қалған. Оның аты Боб екен. Бірде үй өртенеді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келіп жеткенде алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдақтар арқылы жүгіріп барып түтіннің арасына еніп көрінбей кетті. 5 минуттан соң ол көйлегінен тістеп қызды көтеріп үйден жүгіріп шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде қуанғаны көз жасын төгіп құшақтай алды. Өрт сөндірушілер итті сыйлап, сипап, жарақаттанған жері жоқ бекен деп қарай бастады. Бірақ Боб қайтадан үйге қарай ұмтыла берді. Өрт сөндірушілер үйде тағы бір тірі жан болуы мүмкін деп ойлады да оны жібереді. Ит үйге жүгіріп кірді де аздан соң тісіне тістеп алған бір нәрсені көтеріп қайта шықты. Жұрт оның алып шыққан затын анықтап көргенде бәрі де күлді. Алып шыққаны үлкен қуыршақ екен. Бұл мәтінді жазған Лев Толстой, ал қазақшаға аударған Сейітжан Омаров жазушы. Үшінші тапсырма: суретке қарап мәтінді әңгімеле дейді. Мына сурет бойынша біз мынадай әңгіме құрай аламыз. Бір күні үйде өрт шықты. Боб атты құтқарушы ит өрттен кішкентай қызды құтқарды. Қараңғы түтін арасына қайта кіріп кетті. Боб біраздан соң қуыршақты тістеп алып шықты. Адамдар Бобтың алып шыққан затына қарап күлді. Бәрі қуанышты болды дейді. Яғни бұл жерде осы иттің жаңағы жасаған ерлігі туралы қысқаша айтсақ болады екен. Төртінші тапсырма: өрт неден шығуы мүмкін? Өрт тілсіз жау дегенді қалай түсінесің дейді. Өрт тілсіз жау. Өрт өте қауіпті нәрсе. Ол тілмен сөйлемейді, айғайламайды, бірақ бәрін жоя алады. Бір сәтте ағаштар, үйлі, тіптер адамдар да зардап шегуі мүмкін. Сондықтан өртті абайлап, сақ болу керек. Ешқашанда өртке орандыратын заттарды ұстауға болмайды. Мысалы, отты ойнау үшін пайдаланбау керек. Сіріңке мен тоқтан абай болу керек. Егер өрт шықса, тезірек өшіру керек және үлкендеуге хабарлау қажет. Егер біз өрттен сақ болсақ, табиғат та үйлеріміз де қауіпсіз болады деген сөз деп қысқаша жазсаң болады. Бесінші тапсырма: ойланып үлгіге сәйкес ауызша ереже құрастыр дейді. Өртті болдырмау шаралары. Бірінші: үйден шығарда электр тоғын, газды сөндіру керек. Өрт болған жағдайда өрт сөндірушілер шақыру керек. Телефон номері 101 екен. Келесі: әрі қарай өртті болдырмау шаралары. Үйден шығарда электр тоғын, газды сөндіру керек. Өрттен сақтану шаралары: өрт сөндірушілер шақырушы керек, 101-ге телефонына хабарласу керек. Өрт болдырмау шаралары: үтіктеп болған соң өшіру керек. Шайнекті өшіріп жүру керек. Сіріңкемен ойнамау керек. Одан сақтану жолдары және де бірінші кезекте тағы да қайталап айтамыз. 101 телефон номеріне қоңырау шалып көмек шақыру керек. Үлкендер шақыру керек. Сулы орамалмен аузы мұрнымызды жабуымыз керек. Үйден шығып кетуге әрекет жасау қажет екен. Осымен бүгінгі сабағымыз өрт сөндіру және өрт қауіпсіз жау екен туралы болды. Олай болса сабағымыз аяқталды.